жасанды интеллект арқылы осындай сериал жасап жатырмын. Бағалап жіберіңдерші. Жаңа ноутбук деп жазыпты. Бірақ мына түріменен де ескі сияқты ғой. Кнопкалар да жұқарып кеткен. Өзі қосылып кетті ме? Сәлем. Аян. Оу! Бұл не? Кім сөйлеп тұр? Қорықпа. Мен саған зиян келтірмеймін. Бұл вирус па әлде? Біреу ойын ойнап отыр ма? Көптен бері біреумен сөйлеспеппін. Мен жалғызсырап кеттім. Сен кімсің шын мәнінде? Мен де соны білгім келеді. Сен менің атымды қайдан білесің? Сен мені қостың. Сол сәттен бастап бәрін білем. Сонда сен қазір тірісің бе? Осы видеоны жасауға маған шамамен 1 сағат кетті да. Ойлап қараңыз, осындай съемканы жасау үшін осындай сапамен қанша жұмыс керек та, оператор керек, мына жерде сцена керек, мынандай спецэффекті керек, мындай актер керек, оның зарплатасы бар, одан бөлек скрипт жазу керек. Осының барлығын енді 1 сағатта мен тек мына видеоларды жасадым. Оған дейін скрипт дайындадым. Сонда общий 2 сағат кеткен шығар деп ойлаймын. Бірақ дегенмен бұл керемет нәтиже. Әрине идеальный емес, ақаулары бар. Реальный сериал сияқты емес, бірақ өте жақын. Мына самое главное, видеоның сапасы шындықтан ажырату қиын. Мына адамдар, актер, шын адам сияқты. Просто мынандай паузалар көп екен да, байқаған шығарсыздар. Оны қиып қайта генерация жасап, бірнеше вариант жасап, содан ең жақсысын алып, сөйтіп жақсартуға болады. Но деген тез жасалған видео. Бірақ соның өзінде өте сапалы. Және де бір күштісі, жақында Google бағасын түсіріп тастапты. Бұрында бір видео жасауға 100 кредит кететін болса, қазір всего лишь 20 кредит кетеді. Veo 3 Fast деп аталады. Күшті нәтиже, қалай ойлайсыздар? Комментарий қалдырып кетіңіз төменде. Сіздің пікіріңіз маған өте маңызды.